Сәлеметсіздер ме? Жетісу облысы Қаратал ауданы Жанатылап орта мектебінің 8-ші сынып оқушысы Айтқали Дамирмін. Мағжан Жұмабаев менің сүйікті ақындарымның бірі, және де мен Мағжан Жұмабаевтың Сүйемін өлеңін зерттедім. Енді осы Сүйемін өлеңін сіздерге ұсынайын. Мағжан Жұмабаев: Сүйемін, күлдей күңгірт шашы бар, 95-те жасы бар, көз дегенің сұп-сұр, таспиқ санат бүгіліп, жерге қарай үңіліп. Неге екенін білмеймін, сол анамды сүйемін. Көзінде көк нұр жоқ, аузында жұмақ жыры жоқ, жалынсыз уысыз құшағы, иірілмейді жыландай, сөзде жоқ құрандай, білгені қазан ошағы. Жабайы ғана жарым бар, неге екенін білмеймін, сол жарымды сүйемін. Жүрген ескі заңымен, алдындағы малымен, бірге ұшсақ бірге өрген, Алаш деген елім бар. Неге екенін білмеймін, сол елімді сүйемін. Сағымы сайран құрады, боран олып тұрады, қысақ кебін жастары, орман жоқ, су жоқ, тауда жоқ, су жоқ. Мәңгілік сахарасы, неге екенін білмеймін, сол арқамды сүйемін. Мағжан Жұмабаевтың Сүйемін өлең орысша аударған ақын Әуезхан Қодар. Шығарған Мағжан Жұмабаев. Люблю. Ее волосы как бы посыпаны пеплом, она еле живая и полуослепта. Эй, стоколь, дай Аллах ей поможет, и сидит она четки перебирая, не зная, осталось сколько до рая. Это мать моя бедная в старости тяжкой, но я не могу ее любить.